Бөдөненің құйрығы неге келте? Ерте заманда бір биік тау болыпты. Ол таудан арғарай ешбір құс асып өте алмайды екен. Небір ұшқыр қыран құстар талаптанып көріпті, бірақ шамалары келмепті. Бүркіттің атақтысы келіпті, аса алмапты. Қырғидың атақтысы ұшыпты, ол да аса алмапты. Ең соңында енді кім қалды десе, бөденеден басқаның бәрі сыннан өтіпті. Бөдененің атақтысы шақырылыпты. Бөдене тәуекел деп ұша жөнеледі. Шырқап көтеріліп барып, таудан ол да аса алмапты. Содан соң ызаланған бөдене зымырап, құйылғаннан құйылып кеп, тауды көкірегімен соққан екен. Сонда таудың ар жағына бірақ тесіп өтіпті. Міне содан бері қарай бөдене қонғанда аяғымен қонбайды екен. Көкірегін жерге соға қонады екен. Ал құйрығы неге келте десек, әлгі таудың арасында жылынып қалып қойыпты. Әйтпесе бұрын бөдененің құйрығы ұзын болыпты. Міне сөйтіп биік таудан асалмаған құстар таудың арғы бетіне бөдене тескен тесік арқылы өтіп ұшатын